Ерте заманда үлкен және құпиялы ағза деген патшалықта өмір сүретін тіршілік иелері болды. Бұл патшалықта түрлі ферменттер жұмыс істеді. Олардың әрқайсысы өз міндетін атқарып, патшалықтың тыныштығы мен амандығын қамтамасыз ететін. Ағза патшалығының патшасы үлкен, күшті ас қорыту хан болды. Ол бүкіл патшалықты басқарып, барлық ферменттерге тапсырмалар беретін. Бір күні патша барлық ферменттерді шақырып, үлкен жиын өткізді. Жиында патша былай деді: біздің патшалық жақсы жұмыс істеу үшін әр фермент өз рөлін дұрыс атқаруы керек. Қане, кімнің қандай міндеті бар екенін тағы да еске түсірейік. Бірінші болып алға шыққан амилаза есімді фермент, мен патшалықтың алғашқы қақпасында, яғни ауыз қуысында жұмыс істеймін. Менің міндетім көмірсуларды ұсақ бөліктерге бөлу. Біз жеген тағамдар тезірек қорытыла бастау үшін мен оларды өңдеймін. Патша басын изеді: өте жақсы, амилаза. Сен өз рөліңді тамаша білесің. Келесі болып алға шыққан пепсин есімді фермент, мен асқазанда қызмет етемін, патшам. Мен ақуыздарды майдалап, оларды аминқышқылдарға дейін бөлшектеймін. Патша бұл ферментті де мақтады: пепсин, сенің жұмысың ас қорыту патшалығы үшін өте маңызды. Сен болмаған жағдайда біздің патшалық әлсіреп кетер еді. Үшінші болып шыққан липаза, мен майларды бөліп, оларды глицерин және май қышқылдарына айналдырамын. Бұл майлар біздің патшалықтың энергия көзі болып саналады. Патша липазаға да ризашылығын білдірді. Бірақ сол кезде патшалықта бір мәселе туындады. Тауып болған ферменттер арасында ингибитор деген кішкентай, қулықпен жүрген тіршілік иесі пайда болды. Ол ферменттерді алдап, олардың жұмысын баяулатып немесе тоқтатып тастайтын. Ингибитор ферменттердің белсенді орталықтарына жақындап, олардың жұмысына кедергі келтіретін. Бір күні ингибитор пепсинге жақындап: мен сенің жұмысын жеңілдетемін, сен демалып ал деді. Пепсин оны тыңдап, ақуыздарды өңдеуді тоқтата салды. Сол кезде патшалықта үлкен дүрбелең басталды. Ас қорыту баяулап, тағамдар дұрыс қорытылмай қалды. Адамдар ауырсынулар мен ыңғайсыздықтар сезінді. Бұл жағдайды байқаған амилаза мен липаза патшаға барып: патшам, біздің патшалыққа бір зиянкес келіп, ферменттердің жұмысына кедергі келтіріп жүр. Біз бірлесе отырып ингибиторды жеңуіміз керек деді. Патша ас қорыту барлық ферменттерді жиналып, ингибиторды қуып шығуға тапсырма берді. Ферменттер бірлесе жұмыс жасап, ингибиторды патшалықтан шығарып, оның қайта оралмауына кедергі жасады. Содан бері ферменттер патшалығы қайтадан дұрыс жұмыс істей бастады. Әр фермент өз рөлін атқарып, патшалықта бейбіт